Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай шаш үлгісін көрсетемін. Ол үшін шашымызды бір жақ бөлікке бөліп алып, сол бөліктің басынан 3 өрім өреміз, яғни екі жақтан алып отырамыз. Екі жақтан қосып отырамыз. Кәдімгі 3 өрім өреміз. Қосып, екі жақтан қосып алып, төменге қарай түсіп, шашымызды өріп тастаймыз. Төмен түскен кезде қалған шаштарымызды біз 3-ке бөліп қосып жібереміз, яғни бір бұрым қылдырамыз. Бір бұрым болу керек, бір шаш осындай ұзын өрім болып шығу керек. Сосын көлем беру үшін шашымыз, бұрымымыз көлемді болу үшін осылай шығарып көлем береміз. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Осындай тойларға, мектепке шаш өрімін жасап барыңыздар, әдемі болып жүріңіздер, шаштарыңызды өсіріңіздер. Осындай мен сияқты әртүрлі шаш үлгілерін жасап жүріңіздер. Мені көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің арнамнан алыстамай жаңада видео күтіңіздер, лайк басыңыздар, жазылыңыздар. Рахмет. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Ең оңай шаш үлгісі осы. Сау болыңыздар, қыздар. Қалай күшті болып көрініп тұрады, шашыңыз ұзын болса, осында неше түрлі өрімдер өрсеңіз, көздің жауын алады, адамдарға бірден көзге түсесің, әдемі болып жүресің.